Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз қоректік тізбектің түрлерімен танысып жатырмыз. Өткен сабақта біз қоректік тізбекте жайылымдық қоректік тізбекпен танысқанбыз. Ал енді есімізге түсірейік. Сонымен қоректік тізбектің екі түрі бар. Бірінші, жайылымдық қоректік тізбек. Жайылымдық қоректік тізбектің екінші аты жеу тізбектері деп аталады. Бұлардың неге жасыл өсімдіктер автотроптар құрайды, сондықтан жайылымдық немесе жеу тізбектері деп атайды. Екінші, детриттік. Детриттік қоректік тізбектер. Бұл неден басталады? Әрине, детриттік қоректік тізбек детриттен басталады. Былайша айтқанда, детрит келесі детритофаг. Детритофаг дегеніміз детриттермен қоректенетіндер. Үшінші, әрине, жыртқыш. Міне, сонда детриттік қоректік тізбек әрине неден басталады? Детриттен басталады. Детритофаг болады, одан кейін онымен қоректенетін жыртқыш болады. Мысалы үшін біз қарапайым мысал келтірейік. Детриттік қоректік тізбек неден басталады? Қарапайым мысал келтірейік. Жануар өлексесі. Жануар өлексесі балар. Жануар өлексесі неден басталып тұр? Әрине детриттен басталып тұр. Сондықтан жасыл өсімдіктен басталып тұрған жоқ. Міне жайылымдық қоректік тізбек сияқты. Олар детриттен басталып тұр. Сонда бірінші жануар өлексесі, оған шыбын, онымен қоректенетін шыбын қуршағы, онымен қоректенетін құрбақа, немесе шөп құрбақасы, құрбақамен қоректенетін құс болсын, немесе жылан болсын. Міне жылан. Қысқартып жазып жатырмыз. Міне, неден басталып тұр балар? Әрине детриттен басталып тұр. Ешқандай да неден басталмай тұр? Өсімдіктен басталып тұрған жоқ. Жайылымдық қоректік тізбек өсімдіктен басталған еді ғой. Ал детриттік қоректік тізбек әрине жануар өлексесінен басталып тұр. Міне жануар өлексесі, оны шыбыны жейді, шыбынды құрбақа жейді, құрбақаны жылан жейді. Немесе былай дейік, орман дейік, орманның жапырағының жабына. Оны жейтін шұбалшаңды жейтін қара қарғаны жейтін жыртқыш құс қырғи. Міне бұлар нені құрап тұр? Қоректік тізбекті құрап тұр. Енді сонда детриттік қоректік тізбектің басты айырмашылығы неде? Детриттік қоректік тізбектің басты жайылымдық қоректік тізбектен айырмашылығы өсімдіктердің тіршілігін жойған қалдықтарынан басталады. Немесе жануарлардың өлексесінен басталады, немесе олардың экскременттерінен басталады. Сондықтан оларды детриттік қоректік тізбек деп аталады. Немесе екінші аты ыдырау тізбегі. Ыдырау тізбегі. Міне, детриттік қоректік тізбектің екінші аты ыдырау тізбегі. Жайылымдықты есімізге түсірейікші. Жайылымдық қоректік тізбектің екінші аты жеу тізбектері.
Енді негізінен балар, детрит деген сөз ол термин, детрит деген сөз. Экологияда бұл ыдырау процесіне ұшыраған органикалық затты айтады. Геологияда детрит деген сөз балар, бұл геологияда тау жыныстарының бұзылу өнімдері осыны детрит дейді. Ал біз детриттік қоректік тізбек дегенде тағы да қайталап айтам, өлекседен, жануар өлексесінен, өсімдіктердің қалдықтарынан, немесе жануарлардың экскременттерінен басталса, осыны детриттік қоректік тізбек деп аталады. Міне, бір-бірінен қанша айырмашылық жасап жүр. Жайылымдық немесе жеу тізбектер неден басталады? Ол өсімдіктерден басталады. А детриттіктер қалдықтардан, немесе экскременттерден басталады. Сондықтан бұлардың бұл қоректік тізбектің түрін детриттік қоректік тізбек деп атайды. Енді орман биоценозын алайық. Биоценоз дегенді білеміз ғой, биотіршілік, ценоз бірлестік. Ормандағы тіршіліктің бірлестігі, ормандағы тірі ағзалардың бірлестігі. Осыны биогеоценоз, немесе биоценоз деп атаймыз. Сонда осы ормандардағы биоценоздағы детриттік тізбек өлі органикалық заттарды сапрофагтардың ыдыратуынан басталады. Ұмытпаймыз, сапрофагтардың ыдыратуынан басталады. Енді детриттік қоректік тізбектің жайылымдық қоректік тізбектен тағы бір үлкен айырмашылығы бар. Ол қандай айырмашылық? Детриттік қоректік тізбекпен басталған кезде, немесе осымен қозғалу кезінде организмдердің өлшемі өспейді, керісінше кішірейеді. Былайша айтқан кезде, мынау организмдердің өлшемі не дейді? Өспейді, олар не істейді? Қайта кішірейеді. Міне, детриттік қоректік тізбектің жайылымдық қоректік тізбектен басты айырмашылығының біреуі осы. Сонда детриттік тізбек бойымен органик қозғалу кезінде организмдердің өлшемі өспейді, керісінше кішірейеді. Міне айырмашылығы осы. Міне балар, қоректік тізбектің сонымен қанша түрі болады екен? Қоректік тізбектердің екі түрі болады екен. Бірінші жайылымдық қоректік тізбектер, екінші детриттік қоректік тізбектер. Екі жайылымдық қоректік тізбектен екі үлкен айырмашылығы бар. Бірінші өлекселерден, қалдықтардан, экскременттерден басталады. Жасыл өсімдіктен басталмайды, олар детриттік. Екіншіден, олардың көлемі кішірейеді, өспейді. Міне осындай екі айырмашылық бар. Міне балар, бүгінгі сабағымыз қоректік тізбектің түрлері, соның ішінде детриттік қоректік тізбектің негізгі айырмашылығы. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.